Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздерге ысталған құйрық майдың қалай жасалатынын көрсетеміз. Бірінші біз оны тұздаймыз. Содан кейін қайнатамыз. Кәдімгі қазанда отпен қайнатамыз. Бәрі натуральный. Біздің келесі этап қызылбұрыш жағамыз. Сіздерге бүгін құйрықтың қалай ысталатыны туралы айттық. Енді міне ыстайтын аппараттың ішіне салдық. Бұрышталған, дәмдеуіштердің бәрі қосылған қойдың құйрығын қалай ыстап жатқанымызды көрсеткіміз келіп тұр. Бұл аппаратта жақсылап ысталады, сондықтан дәмді, өте керемет дәмі бар қойдың құйрығын дайындап шығарамыз.